Астананың көшбасшы оқушысы кім? Үздік танылуға елорданың 96 мектебінің 100-ден астам жоғары сынып оқушылар қатысты. Олар алғашқы кезеңде негізгі пәндер бойынша интеллектуалды қабілетін көрсетті. Нәтижесінде ақтық сынға 12-сі жолдама алды. Жеңіске бір табан жақын тұрғандар тағы 3 кезеңнен мүдірмей өтулері тиіс. Алғашында әрбіріне түрлі тақырыпты қамтыған 10 сауал жолданып, мейлінше жылдам жауап беру талап етілді. Жер шарындағы ең ірі дүние бөлігі. Ең ірі. Жоқ, дүние бөлігі. Ең ірі дүниенің бөлігі. Самая большая часть света. Орысшасын айта салайын. Жауабым жоқ па? Жоқ па? Азия. Қатысушылар екінші кезеңде 14 облыстың Астананың 20 жылдығына жолдаған тартуларына тоқталды. Осылайша оның мән мазмұнына үңілді. Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өлең мен проза араласа жазылған романдарын атаңыз. Кім жазықты және... Микрофонды қосыңыз. Қандай сұлу? Кім жазықты және Қамар сұлу. Қамар сұлу және кім жазықты? Дұрыс. Өз ортаңда көшбасшы болуға тәрбиелейді, өз ортаңның лидері болуға тәрбиелейді. Орысша айтқанда кругозор, яғни танымың кеңейеді деген секілді. Кітап оқудың енді пайдасы әрине ол бір бөлек нәрсе. Бізде мектепте осы Ақмола бекінісі деген сияқты біраз сұрақтарды қамтиды. Бірақ та Астана жайлы, Астананың зәулім сарайлары жайлы көп айтыла бермейді. Барлығы жақсы болды, сұрақтарға жауап бергенім ұнады, жүлделі орындардан үміттеніп отырмын. Кейіннен оқушылардың көп алдында көсіле сөйлер шешендігі сынға алынды. Олар Ақмола облысындағы тарихи кешендер жайлы ақпарларын тізді. Бұл үміткерлердің дүниетанымын кеңейтіп, интеллектуалды қабілетін еселейді. Бізде бұл конкурста тарих та бар, ішінде әдебиет та бар, этно да бар. Біздің мақсатымыз оқушыларға осындай ойын түрінде, конкурс түрінде балаларға осының барлығын білгізу. Бұл конкурстың бір ерекшелігі, ол 12 бала ғана біліп қоймайды, қазір оларға көрермен болып, оларға жанашыр болып келіп отқан қазір залда 400-ге жуық оқушылар отыр. Ол оқушылардың барлығы да соның жөнінде өздеріне ақпарат алады. Оның өзі мен нұр үстіне нұр деп ойлаймын. Осымен 7-ші рет ұйымдастырылған көшбасшы оқу сайысы өз мәресіне жетті. Қазылар алқасының шешімі бойынша жеңіске Айым Әбдіқадыр жетті. Ол 3 кезеңде де өзгеден оқпайы озық тұрды. Жалпы бұл конкурсқа қатысарда мен өзіме көп нәрсе алдым және барлығы біле бермейтін тарихқа да үңілдік, шешендік өнерді де көрсеттік. Сондықтан барлық қатысушылардың барлығы көшбасшы болуға лайықты деп ойлаймын. Ең бірінші мақсаты осы кубок болды. Үздік шыққандар алғыс хатпен сыйлыққа ие болды. Айта өтейік, Астана оқушылары пәндік олимпиадада республика бойынша 12 жылдан бері көш бастап келеді.